Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Әлемде біз білетін, білмейтін және де түсіндіру өте қиын тылсым құбылыстар көп. Бүгін біз сіздерге бейнебаянға түсіп қалған адам сенгісіз құбылыстарды көрсетеміз. Ал оларға сену-сенбеуді өздеріңізге қалдырамыз. Мексикалық мына жасөспірімдер өздерінің допта ойнау өнерлерін камераға түсіріп жатқан кезде аяқ астынан кішкентай бойлы бірдеме өзгеше дауыста жүгіріп шықты. Бұған қарап тұрып кішкентай бала дегің келеді. Алайда, осындай бойлы баланың қатты жүгіргенін көргенсіз ба? Қыз, 2013 жыл, Ресей. Видеорегистратор өте ерекше көріністі түсіріп алды. Алдағы көлік бірден көз алдымыздан жоқ болып кетті. Қайда, қалай кеткенін ешкім білмей қалды. Көп адамдар тез жүріп кетті деп жатты. Алайда, қыста, мұзды жолда осылай жоқ болып кетерде жүру қауіпті әрі мүмкін емес. Кейде қабырғадан ары-бері өте алатын адам болғың келеді. Егер де қазірде сондайды қалап жатсаңыз, онда сізге мына адамға жолығуды ұсынар едім. Бұл белгісіз адам жабық тұрған магазинге кіріп қана қоймай, шамалы уақыттан кейін қайта шықты. Ал бұған куә үй құсырап отырған мына үйсіз адам ғана. 2015 жылы Қытайдың Синтай қаласында түсініксіз жол апаты болды. Бұл жерде көліктер соғысқан жоқ, алайда бірнеше көлік жоғарыға көтеріліп құлады. Бұл неден болғанын ешкім білмеді. Алайда сол кездері бұл апат жайлы көптеген газет журналдар жазды. Қытай ең үлкен ел болмаса да, адам саны бойынша бірінші орындағы ел. 2011 жылы мына қыздың түсірілімі кезінде артында келе жатқан бала өзінің қолында жаңа көк түске таң қалып қарап тұрғанын түсіп қалды. Оператор артынан қалмай түсіре бастады. Бала жүгіріп барып автобустың алдынан телепортация арқылы екінші жерге өтіп кетті. Қарап тұрсың, балада таң қалып тұрған секілді. Интернетте адамдар байқамай тұрған кезде қозғалып жатқан заттардың видеосы көп. Ал мына видеода адамдар қарап тұрса да қозғалып жатыр. Көпшілігі артында бірі жүппен тартып жатыр деген соң, артында ешкім жоқ екенін көрсету үшін оны да камераға түсірді.